Сәлем, бүгін Павлодар қаласының нөмір 1 жалпы орта білім беру мектебінде Павлодар қалалық пікірсайыс турнирі өтіп жатыр. Бұл пікірсайыс турнирі Қазақстан Республикасының Республика күніне арналған. Бұл турнирдің атауы "Мен өз елімнің азаматымын". Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін және алдағы жылы пікірсайыстан үздік жетістіктер көрсете беруіне тілектеспін. Мектебімізге 16 фракция, 12 қатысушы келгелі тұр. Дебат өте қызықты және тартысты өтеді деп ойлаймын. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін.